судан іздеу керек. Белгілі көріпкел Атыраудағы жоғалған отбасы туралы тосын болжам жасады. Әлеуметтік желіде елге танымал Айгүл Көріпкел Атырау облысында жоғалған отбасы туралы өз болжамын айтты. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Көріпкел трагедия мен күдіктілер туралы маңызды хабардың болатынын алдын ала айтқан еді. Енді отбасының бір мүшесін судан іздеген жөн деп отыр. Меніңше, біреуін судан іздеу керек. Бұған дейін айтқаным есімде жоқ. Мүмкін бірінші жоғалған ұл судан шығатын шығар. Білмеймін. Бірақ суға қатысты бір кілтипан бар, деді Көріпкел. Қадірлі көрермендер, бұл жағдай онсыз да елдің қабырғасын қайыстырып отыр. Осындай кезде көріпкелдердің болжамы да жұрттың назарын аударатыны түсінікті. Үміт үзгісі келмеген адамдар кез келген ақпаратқа сеніп кетуі мүмкін. Судан іздеу керек деген сөзде біреуге үміт, біреуге күдік тудыруы мүмкін сияқты. Бірақ бәрібір нақты жауапты тек тергеу береді деп ойлаймын. Ресми іздеу жұмыстары өз жолымен жүріп жатыр, солардың қорытындысын күткен дұрыс сияқты. Болжам күйінде қалуы керек. Ең бастысы, жоғалған жандардың тағдыры анықталып, жақындарының жүрегіне тыныштық орнаса екен. Осындай сәтте сабыр сақтап, бір-бірімізге ауыр сөз айтпай, қолдау көрсеткен маңызды.